Айдан сәлем. Сәлеметсіз. Көңілген қалай? Жақсы көңіл-күйім тамаша. Қобалжу бар ма? Бар, аздап бар. Сезіліп тұр, қыздардың бәрі қобалжуда. Ал енді подкастқа қош келдің. Бұған дейін подкасттарда болдың ба? Жоқ, бірінші рет өмірімдегі бірінші подкаст. Жалпы бізде Өскеменде енді алғашқы студия ғой деймін, осылай жоғары деңгейде ашылып жатқан. Сондықтан бәріміз ең бірінші рет келіп отырмыз. Осындай жоғары деңгейде түсірілімдеміз. Енді бірден өзің туралы, отбасың туралы айта кетсең. Менің есімім Айдана. Мен 29 жастамын. Жазда бұйырса 30-ға толам. Тұрмыстамын, 2 қызым бар. Өзім Тарбағатай жақтың келінімін, бірақ та Глубокое ауданында туып өскенмін. Қазір Өскемендесің? Қазір Өскеменде тұрамын, бірақ та өзімнің туған жеріме, қалай айтушы еді, өзіңнің туған жеріңе себің тисін деп айтады ғой қазақтар. Солай өзімнің туған жерімде мәдениет үйінде директор болып қазір жұмыс істеймін сол жақта. Глубокийда? Иә, бірақ қалада тұрамын. Түсінікті. Біздің ата-анамыз сол жақта жұмыс істейді. Қызықты. Біз білмеппіз ғой. Ата-анамыздың бастығы отыр деп. Жоқ, ол кісілер мен коллегамыз. Коллега болады ғой, Иә, коллегамыз. Сіз тағы да? Олар Прагбарщикова, мен Бобровканыкімін. Бобров, мен Глубокий деп түсініп тұрсам, жалпы, онда коллегалар. Мама, коллегаңыз отыр. Ал енді өзің туралы айтқанда 2 балам бар дедің, е? Олар неше жыл болды келін болғаныңа? Мен тұрмыс құрғаныма 8-ші жыл кетті. Үлкен қызым бұйырса 7-ге толады, 1-ші сыныпты тәмамдап жатыр. 2-ші қызым 4 жаста, ол садикке барады. Енді бұйырса 3-ші балаға планым бар, бірақ та әзір емес. Ұл бала керек қой қазақтарға, енді сол планымды жүзеге асырсам ба деймін, жуық арада. Ойда бар де. Бар. Түсінікті. Енді осы сайысқа қатысқан мақсатың қалай өзі жалпы өтіп жатыр, өз ойың бөліссең бізбен? Маған өз басым бұл сайыс өте қызықты болып жатыр. Айтады ғой, орысша айтқанда результатқа қарай емес, соған апарар жол қызықты болу керек деп. Сондай апарар жолдың өзі мен үшін өте қызықты. Және де мен осы Өскемен қаласының әкімдігіне және сіздерге үлкен алғыс айтамын. Өз басым үйге келемде ылғи сондай бір үлкен қуанышпен айтып барам, бүгін өстідік, бүгін сөйттік деп. Мен үшін туғандарым да қуанып мәз болып жатырмыз. Менің ойымда әсерім де өте керемет. Енді сен көзқарасымен осы іштей осы сайысымыз қалай өтіп жатыр? Сен өзің мәдениет саласынан болғаннан кейін енді кішкене өз пікіріңді айтсаң. Мен ойлаймын, сіздер айттыңыздар ғой, 1-ші жыл өтіп жатыр деп. Ондай моменттарда сіздер өздеріңізде біліп жатырсыздар, көріп жатырсыздар. Мен оған ештеңке деп айта алмаймын. Мен ойлаймын, жоғары деңгейде өтіп жатыр деп. 1-ші рет болып жатқанына қарамастан, организациялық жағы сондай тез шешіліп, орын-орнымен өтіп жатыр деп ойлаймын өз басым. Түсінікті, рахмет. Енді тағы да өміріңде қызықты сәттер болды ма? Немен бөлісе аласың бізбен? Сені кішкене толығырақ осы оқырмандар білсін деген ойдамын ғой. Енді мен өзім өмірімдегі ең қызықты сәтімді айтсам, ол менің театрда жұмыс істегенімді айтуыма болады. Мен 2023 жылы облыстық драма театрына жұмысқа орналастым актриса болып. Бірақ менің өзімнің образованием негізінде финансистпін мен. Басқа саладан? Мүлдем басқа, өнерге қатысы жоқ сала. Содан кейін өзімнің бағымды сынап көрейін деп дәл осы конкурсқа келген сияқты. Сол драма театрына барып, кастингтен өткен күні мені жұмысқа бірден алды. Сол кезде мен өте
таңырқадым. Енді профессионалды тұрғыда оқу бітіркелген әртістермен бір деңгейде жұмыс істеп жүру және маған сеніп осы яғни должностьті маған бергеніне өзім қатты таң қалдым да. Өзіме сенген кісілерді бетпен балшыққа құлатқым келген жоқ. Және сол жылдары театрдағы кілең сондай өнерлі кез келген аспапты қолына алып ойнай жөнелетін адамдардың арасында жұмыс істеу мен үшін өте қызықты болды. Сол жылды мен сондай қызығы да қиыншылығы да мол жыл деп айта аламын, сол 23-24 жылдары. Алайда мен өзім отбасым бар болғаннан кейін, бала шағам бар болғаннан кейін театрдан кетуіме тура келді. Өйткені ол жердегі жұмыс өте қиын, өнер адамы болу өте қиын екен. Аптасына бір-ақ рет демаласың, бала шағаңды көрмейсің деген сияқты. Сол үшін мен оны өзімді екінші орынға қойып, отбасымды бірінші орынға қойып, солай ол жерден кеткен болатынмын. Түсінікті. Қазірге дейін сағынып, солай есіме алып отырамын театрымды. Бәсе андай өнерлі екенін көрініп тұрды, бірден кастингқа келгенде сол жағынан бүйтіп сол қырдан көрдім сізді. Енді жаңа конкурс жайлы айтып жатсыз, қызықты кезеңдер болыпты өміріңізде. Осы жаңа сізді қолдап жатқан адамдар бар шығар? Иә, мен осы подкастқа келер алдында ғана мен күйеуім мені шақырып алып, жолдасым тамақ ішіп ал деп мені тамақтандырды. Сол кезде мен ол кісіге де айтып жатырмын, менің өмірдегі ең бірінші менің орысша айтқанда поклоннигім ол менің жолдасым. Сол кісіге үлкен алғысымды айтамын, өйткені мені қолдап осы конкурсқа барам деген кезде де сен жеңесің, сен ең әдемісің деп маған сондай мотивация беріп қоя берді. Ал өзіме келсек, мен сенімсіздігім өте үлкен болды. Сол кісінің арқасында осы жерде отырмын деп айта аламын. Үлкен қолдау. Иә, қалғандары сол өзімнің екі кішкентай ханшайым қыздарым. Мен кеткен сайын маған ылғи дұға етіп отырады үйде. Және де мен осы жерде олардың да арқасында отырмын деп ойлаймын. Өйткені баланы тәрбиелеу үшін ең алдымен өзің үлгі бол деп айтады ғой. Кейін мен өзімнің қыздарымды өзім сияқты болсын десем, өзім сондай үлгі көрсету керекпін деп ойлаймын. Және де өзімнің қорқыныштарымның бәрін жеңіп осы жерге келіп отырмын. Түсінікті, рахмет, жауабыңыз өте әдемі болды. Енді бағанадан қыздар алғыс айтып жатыр. Қазір осы мүмкіндікті пайдаланып отырып, мүмкін сізді айтатын адамдар бар шығар, или бәрін толығымен айттыңыз ба? Мен өзімнің туыс туғандарыма, анама алғысымды айтқым келеді. Әрдайым мені қолдап, маған жақсы сөздерін аямай, солай менің өзіме деген сенімділігімді күннен күнге арттырып отырғандарыңыз үшін рахмет айтқым келеді. Шын мәнінде толқып кеттім, өйткені жаңа сөйтіп жолдасым маған сөйтіп мотивация берген кезде мен айтып жатырмын да, мен бұл сайысты онсыз да жеңдім. Өйткені осылай мені бәрінен де әдемі деп есептеп отырған жұбайым барда, мен бұл конкурсты ұттым деп ойлаймын. Жыламайым деп едіңіз, неге осы бәрі жылатты бізді? Көрдіңіздер ма? Бізді осылай сіздер қолдап жүрсеңіздер, әрқашанда осындай жылы лебіздеріңізді айтсаңыздар, сезім білдірсеңіздер, қандай сезімде осы әйел адамдар жүретін. Бізге ол маңызды, айта біліңіздер, сезімді білдіріңіздер. Сол, рахмет сізге. Рахмет үлкен. Күйеуіңізге рахмет қолдап жүргеніне. Сау болыңыздар.